Заманауи тәрбие құндылықтарының өзекті проблемалары. Қазақ дәстүрі тек ата-ананы ғана емес, жалпы адамды сыйлауға баулиды. Ғабиден Мұстафин. Құндылық бұл қандай да бір нәрсенің мәнділігі, маңыздылығы, қалаулылығы, пайдалылығы және қымбаттығы. Дүние құндылыққа толы, материалды, табиғи, көркем және адами құндылықтар. Құндылықтар әлемі шексіз десек те, соның ішінде тәрбие құндылығының рөлі ерекше. Тәрбиедегі құндылыққа нені жатқызамыз десек, отан, отбасы, денсаулық, еңбек, білім, тіл, тағы басқа құндылықтарды тізбектей беруге болады. Соның ішінде заманауи тәрбиедегі құндылықтардың өзекті проблемасы отбасы құндылығында дер едім. Отбасында әке мен шеше баланы өз денсаулығын күтуге, еңбек етуге, білім алуға баулиды. Егер отбасы құндылығы артса, басқа құндылықтарды, отанды сүюді, тілді құрметтеуді, еңбектің рахатын сезінуді, білімнің қажеттілігін ұғынуды бала бойына сіңіре алар еді. Біріншіден, отбасы сүйіспеншіліктің, құрмет пен ынтымақтастықтың ошағы, яғни кез келген зиялы қоғамның діңгегі. Отбасын бірлесіп бірге күн көретін, туыстық қарым-қатынаста тұратын адамдар тобы құрайды. Ал жанұяның береке бірлігі әр сәбидің, әр баланың болашақ қадамы мен бақытты жүзінде. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дегендей, бала тәрбиесінде және оның дара тұлға болып қалыптасуында ата-ананың рөлі мен отбасы құндылығының маңызы өте зор. Айтылып та жүр, қолға алынып, түрлі шаралар да жасалуда. Дегенмен, әке тұрып ұл сөйлейтін, ана тұрып қызы билік айтқандар саны артып келе жатқан сияқты. Оны батыстық бұқаралық мәдениеттің тегеурінді ықпалынан, ғаламтордан, теледидардан, басқа ақпарат құралдарынан деп сылтауратамыз. Шындығында, мұның бәрі отбасында қазақы дәстүрлі тәрбиенің бәсеңдеуінен. Туыстық қарым-қатынас, жеті ата, перзенттік парыз бен қарыз деген ұғымдардың қадірін арттыру қажет. Қарапайым адамгершілік қасиеттердің бәрі осы ұғымдарды ұғынумен сабақтасып жатыр. Екіншіден, қазақ отбасында ұлттық тәрбиенің негізі халықтық педагогика болғандықтан, баланы ұлттық салт дәстүрлер аясында тәрбиелеудің артықшылығын тарихта дәлелдеп берді. Бала шыбық тәрізді, қайдан жарық шықса, соған қарай бұрылып өседі. Тәрбие табалдырықтан басталады демекші, біздің бабаларымыз кезінде баласын, немерелерін қазыналы қарттар отырған жерлерге апарып, жүріс-тұрысты үйренуге, аңыз әңгімелерді естіртуге, одан тәлім алуға баулып келген. Көпті көрген қариялар отбасында оқытушылық, тәрбиелік қызмет атқарған. Үлкенді сыйлау, құрметтеу, солардан жақсылықты, ізеттілікті үйренуге баулып отырған. Сондықтан бала бақша кезінен ұлттық аспаптармен орындалатын әндерді, күйлерді ақырын ғана қосып қойып, санасына әсер ететіндей құлағын үйрете берген дұрыс. Әр түрлі ою-өрнектермен әшекеленген суретті кітапшаларды халықтық музыка әуенімен біртіндеп ашып, көзін жаттықтыру керек. Халық жырауларының термелерін, ертегілерді тыңдату бала бойына патриоттық сезімін ұялататын бірден бір тәсіл болмақ. Қазақ халқының мәдени қорындағы құнды ертегілер, мақал-мәтелдер, жалпы ауыз әдебиеті үлгілерін бала сана сезіміне лайықтап, қалыптасқан шығармаларды сұрыптап, шағын кітапшаларды оқытуды жандандыру керек. Батырлық жырлар арқылы
намысы мен рухын оятып, өзін өзі тануға бағыттасақ, жан дүниесіне жақын мамандыққа қарай икемдеуге септігін тигізер болсақ, болашағынан үлкен үміт күттірер, өз елінің болашағын ойлар азамат тәрбиелеген болар едік. Қорытындылай келе, қазіргі бәсекеге қабілетті, сауатты, ұлтжанды, мәдени ғылыми ой-өрістері кең ұрпақ өсіру қоғам алдында тұрған басты міндет, оның ішінде педагог қауымына жүктелген жауапты жүк. Мұхтар Әуезовтің «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дегеніндей, отбасы құндылығын жоғары қойсақ, тәрбие саласындағы түйінді мәселелердің біразының оң шешімін табуға болар еді. Отбасы құндылығын арттыруға көңіл бөле отырып, шәкірттеріміздің ұлттық тәрбие тағылымдары мен мол сусындауына бар күш-жігерімізді жұмсайық.